Оңтүстік Шығыс Азияда Таиланд пен Камбоджа соғысуы мүмкін. Бұл қақтығыс неден шықты, шын мәніндегі соғысқа ұласуы мүмкін бе? Түсіндірейін. Бангкок пен Пномпень, мына храмдар тұрған жер қай мемлекетке тиесілі екенін 100 жылдан астам уақыттан бері анықтай алмай келеді. Бұл Преах-Вихея және Тамуан Тхом храмдары. Шекара алғаш рет 19 ғасырдың екінші жартысында Камбоджа Францияның отары болған кезде белгіленген. 1962 жылы Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық соты бұл храм Камбоджаға тиесілі деген шешім шығарған, алайда шекара дауы әлі басыла қоймады. 2008 жылы Камбоджа даулы аймақта орналасқан 11 ғасырдағы храмды ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енгізуге әрекет жасады. Бұл жағдай шиеленісті үдетіп, келесі жылдары болған қақтығыстарда адамдар қаза тауып отырған. Ал бүгін 24 шілдеге қараған түні екі елдің әскері даулы аймақта қақтығысып қалды. Қаза тапқандардың ішінде әскерилер де бар, бейбіт тұрғындар да бар. Қостары бір-бірін алғашқы болып шабуыл жасады деп айыптап отыр. Қақтығыс аймағында әуе соққылары тіркеліп, мыңдаған адам эвакуацияланды. Екі ел арасындағы шиеленістің тамыры ежелгі храмдар маңындағы жер дауы. Таиланд билігінің хабарлауынша, қақтығыс салдарынан елдің 12 азаматы қаза тапқан. Олардың 11-і бейбіт тұрғын, біреуі әскери қызметкер. Камбоджа жағы өз шығындары туралы әзірше мәлімдеген жоқ. Таиланд билігі хабарлағанына қарағанда, шекара бойындағы кемі 6 нүктеде ұрыс жалғасып жатыр. Осыған байланысты Таиланд билігі Камбоджамен шекаралас 4 провинциядағы тұрғындарды эвакуациялау туралы шешім қабылдаған. Таиланд 6 бірдей F-16 ұшағымен шекара маңындағы әскери нысандарға шабуыл жасағанын растап отыр. Камбоджа бұл шабуылдар тек әскери нысандарға емес, қарапайым жолдарға да бағытталғанын айтты. Өз кезегінде Бангкок Камбоджаны азаматтық нысандарға, соның ішінде ауруханаларға оқ атты деп айыптаған. Таңертең Таиланд Камбоджамен шекараны жабатынын мәлімдеді. Елдің Пномпеньдегі елшілігі азаматтарын Камбоджадан кетуге, ал сапар жоспарлағандарды кейінге шегеруге шақырды. Енді алда не күтіп тұр? Бұл елдердің 100 жылдан бергі тарихи дауы қалай шешілмек? Осыған тоқталайық. Камбоджа ресми діні буддизм, халық саны 18 миллионға жуықтайды. Таиландтың да ресми діні буддизм, 66 миллион азаматы бар. Таиланд билігі бұл мәселе өте нәзік, әрі оны халықаралық құқық шеңберінде шешу қажет дейді. Абырой болғанда Камбоджа билігі де дәл осы шешімге келіп отыр. Соған қарағанда алдағы уақытта эскалация қыза түспейді. Ал сіз арнаны қолдағыңыз келсе лайк басып арнаға жазылыңыз, ал сонымен қатар супер подписка алып мені қолдай аласыздар.